Физика не үшін керек? Қарапайым өмірдегі пайдасы туралы бүгін айтатын боламыз. Физика деген не? Физика табиғатта болып жатқан құбылыстарды зерттейтін ғылым болып табылады. Ол бізге қозғалысты, энергияны, жарықты, дыбысты түсіндіреді. Біз кез келген затты қалай көреміз? Ең біріншіден ол затқа күн сәулесі түседі. Яғни күн сәулесі затқа түседі. Және де ол кері қарай шағылады. Және де ол көзге жетеді. Осы кезде біздің миымызда сурет жасайды мидың өзі. Жалпы мидың құрылымының өзі сондай. Мысалы, теледидарда, смартфонда да сондай болады. Кейбір адамдарда сұрақ туындайды, айнаға қарағанда өз бейнемізді біз қалай көреміз деп. Не үшін көреміз деп. Неге деген сұрақтар туындатады. Себебі жарық айнадан шағылып, көзімізге қайтадан келеді. Бұл оптика заңдары. Яғни бұған тек біз оптиканың бөлімімен ғана жауап бере алатын боламыз. Физиканың арнайы. Дыбыс деген не? Дыбыс ол ауадағы тербеліс, белгілі бір. Мысалы, адам сөйлегенде, музыка қосқанда, тыңдағанда, құлаққап таққанда, яғни ауа тербеледі, дыбыс пайда болады. Яғни оны адам құлағымен естиді. Және де есікті жапқанда дыбыс қатты шығады. Неге? Себебі тербеліс күшті болады. Физика дыбыстың қатты жай шығуын түсіндіреді негізінде ше. Енді үйдегі техникаларға тоқталып кетейік. Электр тоғы қалай пайда болады? Қозғалыс қалай пайда болады? Жылу бөлінеді. Жалпы енді мына көріп тұрғандарыңыздай тоңазытқыш, стиральный машина, пылесос және де үтік. Бұл құрылғылардың, үйдегі техникалардың төртеуі де бізде токпен жұмыс жасайды. Ток дегеніміз ол электрондардың реттелген қозғалысы болып табылады. Яғни бұлардың барлығы электр тоғы арқылы жұмыс жасайды. Яғни электр тоғының арқасында бұларда қозғалыс пайда болады. Жылу бөлінеді, яғни өздерінің механизмдеріне қарай жұмыс жасайтын болады. Енді нақты мысалға тоқталып кетейік. Мысалы, тоңазытқыш ол суытады. Жұмыс істеу принципі солай жалпы. Ал біздегі кір жуғыш машина, стиральный машина, ол айналады. Кірді айналдырып сығып береді. Және де үшінші бізде шаң сорғыш. Оның жұмысы тарту. Яғни шаңдарды сорып алу. Ал төртінші бізде үтік. Оның жұмысы қыздыру. Қыздыру арқылы киімдерді үтіктеуге атсалысады. Жалпы жұмысы сол. Енді көлік және қозғалысқа тоқталып кетейік. Көлік неге жүреді? Жалпы ол үшін қозғалтқыш күш өндіру керек. Яғни оның моторы. Соның арқасында дөңгелек айналады. Ал дөңгелек айналған кезде әрине біздегі машина, көлік қозғалатын болады. Егер де көлік кенеттен бірден тоқтап қалған кезде, ол автобус болсын, адам алға бірден ұмтылады. Яғни алға қарай жүріп кетеді. Еріксіз түрде. Бұл бізде инерция заңы деп аталады. Сол себепті адамға қауіпсіздік белгі керек. Яғни қауіпсіздік белгі арқылы осы көлік болсын, автобус болсын бірден тоқтап қалған кезде қауіпсіздік белгігі адам сақтап қалады. Жалпы бұның барлығы физиканың заңдарына негізделген. Көлік болсын, үйдегі техника болсын, айта берсе өте көп. Жалпы физика ол адам өмірінде керек емес десе де, ол керек. Ол қолданылады, ол пайдаланылады. Және де міне ең қызығы медицинадағы физика. Жалпы физика медицинада да қажет. Рентген, көріп тұрғандарыңыздай біріншісі. Екіншісі УЗИ, үшіншісі МРТ. Яғни осы құрылғылардың арқасында медициналық адамды кеспей-ақ, іштерін тілмей, ішкі мүшелерін көруге болады. Солай жағдай жасалынған негізінде қазіргі таңда. Енді рентгеннің жұмыс істеу принципіне тоқталып кетсек, ол бізде рентген сәулесін жібереді. Сол арқылы сәуле бізде денеден өтеді. Яғни сүйек сәулені жақсы жұтады. Жұмсақ тіндер аз өтеді
жұмсақ діндерді аз өткізеді осының салдарынаншы. Яғни бұның артындағы детектор бар ғой, сол айырмашылықты суретке алдырып көрсетеді. Мысалы, ол адамның қолы болсын, жаңағы жақ сүйегі болсын, аяғы болсын, соның салдарынан бүкіл сүйектерді көрсететін болады рентген сәулесінің арқасында. Ал бізде екінші УЗИ, толық айтатын болсақ, расшифровкасы ультрадыбыстық зерттеу. Бұл қалай жұмыс істейді УЗИ дегеніміз? Бұл жерде датчик өзі арнайы ультрадыбыс жіберетін болады, және де ол жердегі толқын тіндерден шағылып кері қайтады. Яғни қайту уақыты мен күші бойынша кескін жасалатын болады. Енді бұл жерде рентгенмен салыстыратын болсақ, ультрадыбыстық зерттеуде сәуле жоқ мүлдем. Яғни бұл жүктілік кезінде де қауіпсіз. Яғни жүктілікті баланың ішінде қалай дамып жатыр, соның барлығын сол УЗИ арқылы анықтайды, яғни ультрадыбыстық зерттеу арқылы. Яғни бұл дегеніміз УЗИ-дің артықшылығы, бұл сұйықтықты өте жақсы көрсетеді ғой рентгенмен салыстырған кезде. Ал бізде үшінші МРТ. Енді бұның толық атауы расшифровкасы магниттік резонанстық томография деп аталады. МРТ деп тұр. Енді бұның негізгі жұмыс істеу принципі МРТ-ның біздегі магниттік резонанстық томографияның. Бұл жерде күшті магниттік өрісімен жаңағы радио толқындар жүреді. Яғни адам күшті магнитке кіретін болады, кәдімгідей, орасан зор, өте күшті. Ол дене құрамындағы жаңағы сутек ядролары бар ғой, соларды магнитке бағыттайды. Соның салдарынан радио толқын берілгенде олар қозғалады. Жаңағы сутек ядролары магнитке тартылғаннан кейінше, және де осының салдарынан ол кері қарай қайттан шығарады, кері сигнал. Сол сигналдар бізде өте дәл кескінді береді. Ол жерде енді ерекшелігін тоқталып кетсек, иондаушы сәуле жоқ ол жерде. Иондаушы сәуле жоқ. Бұл бізде жаңағы жұмсақ тіндерді ғой, мысалы миды болсын, бұлшықет, жүйке керемет көрсетеді. Яғни үшеуінікі үш түрлі көргендеріңізде МРТ, магниттік резонанстық томография, және де ультрадыбыстық зерттеу УЗИ, рентген. Рентген бізде рентген сәулесі арқылы анықтайды сүйектерді. Дәл анықтауға көмектеседі. Ультрадыбыстық зерттеу бұл жерде ультрадыбыс жіберу арқылы, яғни сұйықтықтарды анық көрсетеді. Ал біздегі МРТ магниттік жаңағы күштер арқылы анықтайды. Адамды күшті магниттерге кіргізеді, яғни радио толқындар ол жерде қатты әсер ететін болады. Жалпы үшеуінің жұмыс істеу принципі мүлдем үш түрлі. Бірақ үшеуі де адамның сүйектерін, жаңағы сұйықтықтарын, адам ішінде не болып жатқандығын, миын, бұлшықетін, ішкі құрылыстарын көруге дәлме-дәл анықтауға көмектеседі. Бұл үш құрылғыда. Жалпы бұлардың барлығы осы медицинадағы адамның денсаулығын анықтауға көмектесетін барлық құрылғылар негізінде ол физиканың заңына негізделген. Оны айта берсе өте көп. Мен тек керектілерін ғана үзіп алған болатынмын. Және де бізде енді қазіргі өмір энергиясыз мүмкін емес. Оны барлығымызға да белгілі деп ойлаймын. Яғни ол жерде электр энергиясы бар, күн энергиясы бар, жел энергиясы бар. Мына көріп тұрғандарыңыздай бұл бізде күннің энергиясы. Мына соның схемасы енді екеуі де. Ал мына жердегі бізде жел электр станциясы. Яғни как работает ветряная электростанция. Осының жұмыс істеу принципі анық көрсетілген. Енді мен бірден айта кетейін, бұл жерде міне бізде күн панельдері берілген, яғни солнечная панель дейді. Бұл жерде асы деген 220 вольт, ал ДС деген 12 вольтты көрсетеді. Міне суреттерден көріп тұрмын. Жасыл бізде 12 және сарылар 12 вольт, ал асы дегеніміз бұл бізде 220 вольт. Яғни инвертор бізде бұл 220 вольтқа айналдыруға көмектеседі. Қазір оған біз тоқталатын боламын мен өзім. Ең біріншіден бізде күн, осы күн сәулесі жаңағы күн панеліне түседі. И түскен кезде осы күн панелінің ішінде бізде фотоэлемент деген нәрсе болады. Яғни ол жерде фотоэффект құбылысы жүзеге асатын болады. Жалпы фотоэффекттің екі түрі бар, ішкі және сыртқы. Енді бұл жерде ішкі фотоэффект құбылысы жүретін болады. Жалпы фотоэффект дегеніміз күн сәулесінің белгілі бір темірге немесе жаңағы фотоэлементке түсуінің әсерінен электрондардың жаңағы ұшып шығу құбылысы бірден. Сол арқылы қозғалады электрондар. И және де қозғалған нәтижесінде тұрақты тоқ пайда болады. Мына жерден тұрақты тоқ, яғни
Потребитель постоянного тока деп міне жазылып тұр. Бұл бізде 12 вольт. Екінші бізде контролер. Контролер дегеніміз осы жаңағы келген тоқтан бірден үйге бармайды ол. Бірден үйге жібермейді, контролерға барады. Контролер бұл жерде қызметін айта кетейін. Аккумуляторды дұрыс зарядтайды, яғни артық зарядтан қорғауға көмектеседі контролер. Және де кернеуді тұрақтандырады. Контролердан кейін бізде ол аккумуляторға барады. Яғни аккумулятор бұл жаңағы жиналған энергияны аккумуляторда осы сақтайтын болады. Ол түнде керек болады, өйткені енді күндіз күн сәулесі түскенмен түнде күн батып кетеді ғой. Соның салдарынан жиналған энергияны, күндіз жиналған энергияны осы аккумуляторда сақтайтын болады. Және де төртінші бізде жаңа айтып кеттім, инвертор. Бұл аккумулятордағы ток, тұрақты ток дейді. Мына жердегі аккумулятордағы ток, біздегі тұрақты ток, ал үйдегі ток ол айнымалы ток, яғни ол 220 вольтпен жұмыс жасайды. Яғни тұрақты тоқты айнымалы токқа айналдыру керек. Ал осының біз инвертор арқылы айналдырамыз. Яғни инвертордың жұмысы бізде жаңағы тұрақты токты айнымалы токқа айналдырып беретін болады. Яғни 220 вольтқа, 12 вольтта. Яғни осы жерден айналғаннан кейін 220 вольтқа ол жаңағы үйдегі техникаларға бірден баратын болады. Яғни 220 вольтпен жұмыс істейтін. Стиральный машина болсын, телевизор болсын, өтөк болсын, пылесос болсын, айырмашылығы жоқ. Кез келген техникалар, жаңағы телефон, смартфон зарядтаған кезде осы 220 вольтпен зарядтайтын болады. Міне күн панелі, жаңағы контролер, инвертор, потребитель деген тұтынушылар, кез келген техникалар. Бұл аккумулятор болсын, барлығы жатады. Және желі электр станциясы. Бұл жерде де бізде айнымалы ток 100 вольт және 180 вольт арасындағы ток өндіретін болады айналу нәтижесінде. Және де бізде мынау 12 вольт, 24 вольт және 48 вольт түрінде бұл постоянный ток, яғни тұрақты ток. Аккумулятор, постоянный ток қайтадан жібереді, инвертор және де тұтынушы. Негізінде бұл жерде тура сондай, күн энергиясынан алынған тура қайтадан тұрақты токты айнымалы токқа айналдырады. Ал желі электр станциясында тура сондай, тұрақты токты айнымалы токқа айналдырады. Жалпы екеуінде жұмыс істеу принципі негізінде ұқсайды. Деген тоқты қалай өндіруіне байланысты болады энергияны. Енді бұл жерде күн панелінде ол күннен алады энергияны, яғни фотоэффект құбылысы арқылы ішкі. Ал желі электр станциясында ол жел жаңағы қалақшаны айналдыру нәтижесінде энергия алады. Ал сол алынған тоқты қайтадан тұрақты токқа айнымалы токқа айналдыру принциптер негізінде екеуіне ұқсайды. Жалпы енді энергия болсын, медицина болсын, астрономия болсын, техникалар болсын, қай жағын алып қарасақ та, физиканың заңдары, физикасыз ол мүмкін емес. Яғни физика ол біздің өмірімізде. Жалпы осы қарапайым мысалдармен мен түсіндіргім келген болатын. Жалпы барлығы түсінікті болды деп ойлаймын мен.